Бәріңізге алейкум достар. Бенджамин Франклин 1706 және де 1790 жылдарда өмір сүрген Американың саяси қайраткері, полимат, дипломат, журналист және де жазушы, баспагер, өнертапқыш, ақш-тың тәуелсіздігі үшін күресте көшбасшы. Америка тарихының ең маңызды үш құжаты бар: ақш-тың тәуелсіздік туралы декларациясы, ақш-тың конституциясы, Версаль бейбіт келісімі. Олардың астында Бенджамин Франклиннің қолтаңбасы бар. Саяси қызметі. Бенджамин Франклиннің саяси өмірбаяны Финляндияда пайда болды. Онда ол 1743 жылы Американың философиялық қоғамына айналған пікірталас шеңберін ашты. Дәл сол кезде Англияның отары болған Америкада 31 жылы Франклиннің күш-жігерінің арқасында алғашқы қоғамдық кітапхана есігін айқара ашты. 15 жыл бойы Бенджамин Пенсильванияда бас ассамблеяның хатшысы болып жұмыс істеді. Оның кейін өзі басқарды. Ол Пенсильваниядағы пошта бөлімінің бастығы болды. Содан кейін Британия метрополиясының қалаған жерлерінің пошталарын басқарды. 1757 жылдан бастап 13 жыл бойы Бенджамин бір уақытта Британиядағы 4 американдық штаттың мүдделерін қорғады. Ал 75 жылы ол Американың екінші континенталдық колониялар конгресінің өкілі болып тағайындалды. Жалпы топтың құрамында Франклин ақш-тың үлкен мөрінің экспедициясын жасады. Декларацияда 1776 жылы шілдесінде қол қойылғаннан кейін Бенджамин Британияның соғыста қолдау табу үшін Парижге ұшқан топтың басында болды. 1778 жылдың қысына дейін Франклиннің еңбегі мен күш-жігерінің арқасында келісім бойынша француздардың қолы пайда болды, ал өзі Парижде елші ретінде қалды. Францияны ол масондардың үйіне кірді. Осылайша алғашқы американдық масон болды. 1780 жылы Франклин Лондондағы америкалық делегация құрамындағы келіссөздер жүргізу кетті. Ол ақш-тың тәуелсіздігі алу үшін соғысты соңғы нүкте қойған Версаль келісіміне қол қоюмен аяқтады. 1770 жылдың басынан бастап 1790 жылға дейін ол өмірбаянын жазу бойынша жұмыс жүргізді, бірақ ол ешқашан аяқталмады. Саясаткер болашақты оны өмірінің ең жарқын сәттеріне арналған естеліктер түрінде рәсімдеуге үміттенді. Өзі кітап алған атауы өмірбаян жариялады. Қайтыс болды. Франклин басқа да әйгілі шығармаларының қатарында оның бай болғысы келетіндерге қажетті кеңестері, молшылыққа апаратын жол, сондай-ақ бостандық пен қажеттілік, ләззат пен азап туралы ойлау жатады. Франклиннің режиссерлерді айналып өтпеді. Оның өмірін Джонс Адамс, Джон Пол Джонс және де Бостандық ұлдары фильмдерін көрсетті. Тәуелсіздік үшін соғысы. Америка құрама штаттарының тәуелсіздік алу соғысы кезінде Бенджамин Франклиннің колониялар одағының жоспарын ойластырып мұқият жасай алды. Пошта бөлімінің жұмысын реттей алды. Оның бас почтмейстері болды. Сонымен қатар тәуелсіздік декларациясының бірлескен авторы және де армияның бас қолбасшысы кеңесшісі болды. Ғылыми қызметі. Бенджамин ғылымды зерттеуге деген ұмтылысын ерте жастан көрсетті. Бала кезінен бір рет Бен теңіз жағасында қолдары мен аяқтары бекітілген тақталармен пайда болды. Кейінірек шпагат деп аталған осы құралғыларда ол бәсекелестікке достарын басып озды. Көп ұзамай Бенджамин жаңа қағаз жалынын әкелген кезде достарын тағы да таң қалдырды. Бенджамин Франклиннің найзағай қозғалтқышы. Бенджамин Франклиннің саясат пен дипломатия сияқты көп уақыттағы ғылым мен түрлі ғылыми тәжірибелер мен эксперименттерін өткізуге арнады. Оған 5-6 жыл қажет болды. Алайда осы уақыт аралығында ол керемет нәтижелерге қол жеткізе алды. Франклин электр энергиясын зерттеді, металдарды жылу өткізгіштікке санады. Сонымен қатар судағы дыбысты таралу құбылысын зерттеді. Ғалым найзағай кезінде бүкіл елді мекендер мен қалаларды қиратқан қатты өрттердің пайда болуын себебі болған көкті отты жақсы зерттеп жоя алды. Изобретение атындағы жай таратқыш свел өртеуінің туу мүмкіндігі муняға дейінгі Бенджамин Франклиннің
көшпелілердегі шамдарға арналған шамдар және де жалпы қолданыстағы ойлап тауып плюс және де минус электр қуатын енгізуді ұсынды. Сонымен қатар электр зарядын сақтау туралы заңды нақты тұжырымдай алды. Жеке өмірі Бенджамин Франклиннің әйелдермен қарым-қатынасы ғылыми өмірбаянындағы ерекше тарау. Оның жеке өмірі өте бай болды. Ол өте сүйетін адам еді және де адалдықты сақталуымен ерекшеленбеді. Бенджамин Франклиннің Деборадағы қалыңдық портреттері. Франклинда Бенджаминнің өзінің қолындағы болған Дебора Ридпен кездесті. Алайда Лондонда ұзақ уақыт болған кезде Франклин өз тұрған пәтер иесінің қызына ғашық болды. Нәтижесінде қыз оған бірінші бала Уильямның ұлы болды. Бенджаминнің заңсыз баламен Финляндияға оралды, дегенмен Дебора оны қабылдады. Дебора мен азаматтық некеде ерлі-зайыптылардың 2 баласы болды. Ұлы Франсис және де қызы Сара. Өкінішке орай ұлы 4 жасында шешек ауруынан қайтыс болды. Осыдан кейін олардың өмірі сәтсіз аяқталды, ал ерлі-зайыптылар тағы 2 жыл бірге тұрды. Харизматикалық және де әсерлі Франклиннің көптеген қожайындары болды. Мысалы, 1750 жылдардың ортасында Бостонда ол Кэтрин Раймен кездесті. Айта кетейік, любимая хат алмасу жұп созылды. Өмірінің соңғы күндеріне дейін Бенджамин сондай-ақ бірнеше жыл бойы Франклиннің отбасымен бірге тұрған. Үйдің иесімен махаббат байланысын жалғастырып, тіпті махаббат интригасы бар уақытта 2 бағытта дамыды. Иесі мен оның жас жиенімен 1770 жылдардың аяғында, сол кезде 70 жасқа толған Бенджамин Франклин 30 жаста болған және де саясаткердің соңғы хоббиі болған Париждегі Брюне деген жөнмен кездесті. Франклиннің әйгілі хатында интимдік сипаттағы кеңестер бар және де 1745 жылда басталды. Франклин өзінің аты-жөні жоқ досына 39 жасында жазған хат Американың сыртқы істер министрлігінің мұрағаттарында сақталған. Ол тек 1926 жылы жарық көрді. Бұл хатта жас Бенджаминнің досына тек егде жастағы ханымдарды таңдауға кеңес берді. Сондай-ақ ересек әйелдерден жас қыздарға қарағанда неге жақсы екендігі туралы интимдік сипаттағы мәліметтерді бөлісті. Өлімі Бенджамин Франклин 1790 жылдың 17 сәуірінде 84 жасында қайтыс болды. Финляндияға алғашқы американдықты жерлеу рәсіміне 20 мыңға жуық адам келді. Ол қайтыс болғаннан кейін Америкада мұндай құрметке ие ешкім жерленген жоқ. ақш-та қайтыс болған Франклинге тіпті 2 айға созылған аза тұту жарияланды.